Баршаңызға сәлем, менің гүлсерік оқырмандарым. Бүгінгі видеода мен сіздермен ерекше тыңайтқыш жасап көрсететін боламын. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп кетсеңіздер керемет болар еді. Осы гүлдеріміз әдемі болып өсу үшін үй жағдайында өте көп тыңайтқыштар жасап құюымызға болады. Бүгінгі ерекше тыңайтқышымды бастап көрсететін боламын. Бөлме гүлдерінің түрін өсіру қазіргі кезде жақсы қарқынды дамып келеді. Бөлме гүлдері үйдің сәнін келтіріп қана қоймай, адам жанына жылулық ұялатады. Алайда күздің салқын ауа райы өсімдіктердің көпшілігінің солып баяу өсуіне әкеледі. Осы орайда сіздерге тәжірибелі гүл өсірушілердің бөлме өсімдіктері жайқалып ауырмай өсуі үшін жасалатын қарапайым химиялық қоспасыз қызықты тыңайтқыш бөлісетін боламын. Бөлме гүлдерімізге тыс пастасын беріп тұру қажет. Бөлме гүлдері қышқыл ортаны нашар көтереді. Сондықтан ауырады, солады, сарғайып, жапырақтары түсе бастайды. Кейде тіпті қурап қалып та жатады. Бұл топырақта қышқылдың артып кетуінен болуы мүмкін. Алайда топырақтың қышқылдылығын төмендетудің тиімді қарапайым жолы бар. Және бұл әрбір үйден табылатын тіс пастасы арқылы орындалады. Ғажайып ерітіндіні дайындау үшін бізге керегі үй жағдайында тұндырылған жылы су қажет. 1 литр жылы суымызға тіс пастасының 4-тен 1 бөлігін салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырылған ерітіндімізді гүлдеріміздің төбіне, тамырына құйып шығатын боламыз. Ауырған гүлдерімізге, яғни сарғайып, жапырақтар түсе бастайды. Кейде тіпті қурап қалып та жатады. Бұл топырақта қышқылдың артып кетуінен болуы мүмкін. Алайда топырақтың қышқылдылығын төмендетудің тиімді қарапайым жолы бар. Және бұл әрбір үйден табылатын тіс пастасы арқылы орындалады. Ғажайып ерітіндіні дайындау үшін кез келген тіс пастасы жарайды. Тек құрамында ағартқыш әсері болмауы тиіс. Осы тыңайтқышымызды әсіресе гүлдеген өсімдіктерге өте жақсы әсер етеді. Алайда мұндай процедураны жүргізер алдында өсімдіктеріңіздің қандай топырақты ұнататынын білген жөн. Мысалы, гердания немесе азалия гүлдері қышқыл топырақты жақсы көреді. Егер оларды тіс пастасы ерітіндісімен суарса, қурап қалуы мүмкін. Тіс пастасы топырақтың қышқылын азайтып қана қоймай, кальций сияқты қажетті микроэлементтермен қоректендіріп, зең мен саңырауқұлақтарға қарсы алдын алу әсерін береді. Осы жасаған тыңайтқышымызды 10 күнде 1 рет гүлдерге беріп отырсақ болады. Гүлдеріміздің топырағын құнарландырып, жапырақтары әдемі жап-жасыл болып өсуіне керемет әсерін береді. Осы гүлдерімізге уақытылы тыңайтқышын беріп отырсақ, гүлдеріміз осындай әдемі жап-жасыл болып, тоқтамай гүл ашып тұратын болады. Осы тыңайтқыштарымызды үй жағдайында жасап отырсаңыздар болады. Видео ұнап жатса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода үй жағдайында керемет, ерекше тыңайтқыштармен бөлісетін боламын. Сіздер де өз ойларыңызды айтып, ерекше тыңайтқыштарыңызбен комментарияға
бөлісе кетсеңіздер болады.